сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сіздермен өтетін сабағымыз 53-ші сабақ лепті сөйлем. Балалар, егер де сіздерге осы сабақ ұнап жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз лепті сөйлем. Бүгін біз балалар мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтап, тірек сөздерді пайдаланып, мәтін жазатын боламыз. Олай болса сабағымызды бастайық. 10-шы жаттығу оқы. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ақ аюдың қоншығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз, және аздаған шөп, тәтті тікен, деп жауап берді дүние. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Балбұлақ журналынан алынған. Келесі тапсырма балалар бізде. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой дейді, мәтін дүниенің не екені туралы айтылған, мәтінде. Мәтіннің тақырыбы дүние деп қойсақ болады. Одан кейін мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта, соңдан өзің қорытынды жасап көр дейді. Мәтінде балалар шабақтың телегей теңізде өмір сүретіні, аюдың мұзды аймақтарда өмір сүретіні, ботаның, яғни түйенің құмды өлкеде өмір сүретіні, және әркімнің өзінің мекені, өз дүниесі екені туралы жазылған. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз дейді. Сұраулы сөйлем бізде дүние деген не дейді. Ал лепті сөйлемдерге келетін болсақ, алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім дейді. Бұл сөйлем бізде лепті сөйлем болып табылады, себебі соңында леп белгісі қойылып тұр. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер деген сөз бізде сұраулы сөйлем болып табылады, себебі соңында бізде сұрақ белгісі қойылып тұр. Бірде-бір белгі, осы тыныс белгілері арқылы біз сөздерді қандай сөздер екенін табуымызға болады. Ал енді балалар, 11-ші жаттығуды орындайтын болсақ, мақалдарды қатесіз көшіріп жаз, мәнін түсіндір дейді. Бірінші мақал: таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Екінші мақал: су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі дейді. Бұл жерде балалар бұл жердегі мақалға тоқталатын болсақ, балалар, су туралы айтылған, судың жаңағы адам өміріне пайдасы, адам сусыз өмір сүре алмауы, сол туралы жеткізген болды. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көретін болсақ, судың пайдасы адам өмірінде ерекше. Біз мүмкін тамақ ішпей бір күн, 2 күн шыдайтын болсақ, сусыз өмір сүру мүмкін емес. Келесі тапсырма балалар бізде су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер дейді. Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Бұл бірінші сұрақ. Барлық тіршіліктің өмір сүруін қамтамасыз ететін тіршілік нәрі, сусыз өмір жоқ деп жауап берсек болады. Екінші сұрақ: адамдар суды ластамау үшін не істеу керек дейді. Адамдармен түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруымыз қажет. Ендігі балалар, 12-ші жаттығу сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт, өз ойыңды дәлелде дейді. Балалар, бірінші суретте бізде көктем мезгілі бейнеленген. Оны қалай білеміз? Ағаштардың гүлдеуі, құстардың сайрауы, жердің көкпеңбек болып, енді ғана шығып келе жатқаны бізге дәлел болып табылады. Екінші суретте бізде жаз мезгілі. Оны қалай дәлелдейміз? Жаңағы ағаштардағы жемістердің тұруы, айналаның көкпеңбек болып, жап-жасыл болып, сондай әдемі бір түске боялғаны, көбелектің ұшып жүргені,
гүлдердің әдемі болып жайқалып тұрғанынан байқаймыз, иә. Үшінші сурет бізде күз мезгілі бейнеленген, иә. Бұл жерде айнала сап-сары алтынға боялған болса, келесі сурет бізде қыс мезгілі бейнеленген, иә. Ол жерде айналаның барлығы аппақ қар, сондай әдемі болып аппақ түске боялып жатыр, иә. Мінекей балалар, суреттегі әрбір мезгілдерді біз осылай өздерінің түстеріне қарап ажырата алады екенбіз. Келесі тапсырма балалар, қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз дейді. Күз келді, ауа райында салқындық қалған, жылы құстары жылы жаққа ұшып кетіп жатыр. Адамдар да жылы киіне бастады. Диқандар өнімдерін жинап жатыр. Айнала сары түске боялып, қысқа дайындалып жатыр. 13-ші жаттығу шығармашылық үзіліс бізде, суреттерге қарап әңгімеле. Аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс па екен, ол да бізге таныс па екен. Су тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Балалар, енді осы жаттығуға берген тапсырмаларды орындап көрейік. Суреттердің астындағы сөйлемдерді оқы, сонан соң суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрап көр дейді. Қандай жарқыраған жұлдыздар, қандай шексіз ғарыш, қандай салқын су, қандай әдемі орман, қандай таза ауа, қандай салқын жел. Мінекей балалар, бүгінгі біздің 53-ші сабағымызда сіздермен аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сабақ ұнап жатса, сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.